адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ орта каналы. Видеоның басым жетіп, сіздерден қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылып, лайк басып отырыңыздар достар. Тек лайк, қолдап әрқашан отырсаңыздар, сіздерден көп рахмет айтатын боламын. Қазірде рахмет сіздерге. Және бүгін бізде FIFA Mobile-дан кішігірім пактар ашатын боламыз. Бізге енді спорт осындай керемет самоцвет берді. 10 мыңға жуықтай самоцвет тегін берді. Кіргеніне байланысты ма, или білмеймін, бұйырса енді жаңа событияларды күтіп отырмыз. Енді бүгін шығуы мүмкін, бүгінгі түнге қарай или таңға жуық. Енді біздерде қазір кішігірім пактар бар. Баяғыдай FIFA Points бермейді, тегін қазір беріп тұр. Көрдіңіздер ма? 610 FIFA Points жинап қойдық. Өте жақсы. Бұлар да бір керемет нәрсе. Енді біздер пак ашып көретін боламыз. 50 FIFA Points-та көрейікші, может быть деген сияқты болып отыр ма, енді білмеймін. Біреуін ашып көрейік. Қалай болады екен? Кімді бар екен? Бұл жерде Салва дейтін ойыншыларды түсіріпті. Тағы да көреміз. Бір пактан көрейік. Не может быть бір ойыншы түспеске. FIFA Points-тан Савич дейтін ойыншылар шығып жатыр. Жақсы. Кім бар екен? Жоқ, Дуарте дейтін бере салды. Енді қалған тағы да көреміз. Мына жерде ондай нелер жоқ. Пактар жоқ. Арзандау бір 2000 жарым, ең үлкені 1000 сондай екен. Бұлақта да сол пактары қымбаттау болып тұр. Division Rivals сондай жақсы. 50-де может быть біреу шығып қалар. Көрейік, аша берейік. Ішіне етпес. Көреміз. Кім бар? Жоқ. Котер дейтін ойыншы. 95. Фолкаут. Жоқ, өкінішке орай. Тағы да көретін боламыз. Монета 65 бронзовый берді. Өте төменгі рейтингтер. Бұл жерде 63. Кім бар екен? Лиса дейтін 68. Тағы бір 100-ге бір ашып жіберейік. 10 мың және 68 Матиас дейтін ойыншыны берген екен. Ой, бұл жерде кім бар? Қытайлық ойыншы. Және соңғы пагымыз кімді берді екен? 63 Фокс дейтін ойыншыны бере қойды. Бұлар енді жақсы болады әзірше. Рейтинг төмендеу болғаннан кейін бір жаға төмендеу деп айтуға тұрарлы ойыншы. Бесплатнын көрейік. Кім берсе де берген еген ойыншыны әйтеуір. 1250 екі пак ашып көретін боламыз. Кім бар? Ешқандай ойыншы жоқ. Косинус бар екен 79. Волкаут бар. Қандай ойыншы? Ағылшындық ойыншы. Правый защитник Уолкер. Арсенал Бин Уайт 83. Арсеналдың ойыншысы шықты ғой міне. Керемет. Мынау деген енді өте керемет пак. Уайт деген жақсы. Қанша миллион. Правилар енді алдында бір іздегенде өте қымбат еді ойыншылар. Болады. 5 пак ашып тастай саламыз ба? Кеттік. Волкаут шықса аламыз. Ашып тастай берек жайлап. Волкаут бар. Тоже бұл жерде де французды ойыншы. Шабуылшы Ланстың Уахи дейтін ойыншы шықты. Және Боума Грант дейтін ойыншылар шықты. Және соңғы пак 60-шы рейтингті вратар берді. Осындай әзірге болады. Енді біздер составымызды көтеріп алатын боламыз. Раздевалкада Бенджамин Уайт қанша? Рейтингі 83 екен. Трауренің де бағасын көру керек едім. Бұл ойыншының бағасы да жақсы. Қанша тұрады екен бұл ойыншы? Правилар қымбат екен көрілді ме? Миллион тұр екен. Миллионның әйтеуір арасы берісіп тұр. Екеуін көрейік қазір. Қайсының скорысы жақсы екен? Бенджамин Уайт төмендеу. Төмендеу екен. Тыныш жасатып жібергеніміз дұрыс екен бұл ойыншыны.
Біздер қазір несін көтеретін боламыз, ойыншылардың рангысын көтереміз. Бізге правый венгер керек. Кімді алған дұрыс деп ойлайсыздар достар? Мен вообще түсінбей жатырмын. Кімді алған білмей жатырмыз. Әлде правый венгерлер керек. Бізге правый венгер керек. Сондықтан да алып алу керек болып тұр. Бір ойыншыдан Ward Prowse көтердік. Әттең скорсы өте төменгі рейтинг скорс. Сондықтан да қиын болып жүр. Грилишке біз ранг керек екен, бұл ойыншыға ауыстыратын ранг керек. Әзірше көтермейміз. Енді осы состав әзірше кім бар? Уақи, солар ауыстырмаймыз, әзір керек емес бұлар. Кеттік, бірден Division Rivals'ты көрек. Ойнау ретінде қалай ойналады екен біз. Мен ойнап жүрген менде Division Rivals. Равный игры көп ойнап жүрген жоқпыз әзірше. Вес атака өте керемет ойнап тұр. Команда жақсы таш етіп тұр. Бізден дейінді жоғары PSG командасының қарсылас болып жатырмыз. Көрек. Не болса да бұл жерде шығу керек. Профи 2-де жатырмыз. Енді бізбен теңделіс ойыншылар бар, көп теңделіс командалар көп. Сондықтан да жеңіп кетуге болады. Көреміз, қанша жерден шансы көп болса да аламыз. Ал кеттік. Менің составым бұл Бербатов, Грилиш, Гонзалес дейтін ойыншылар жинапта болады. Жақсы. Ортаңғысы жақсы екен. Ортаңғы ойыншы өте керемет. Ал кеттік. Рауль, Ван Дейк, ұзын тұра Ван Дейктен өте аласың ба? Ван Дейктен өтті. Шашы бұйра, Ван Дейк, Аспиликуэта, Ward Prowse, сен бекер көтерген жоқ бұл. Әдемі финт. Не бас, мұнау, не оттар. Рауль, әдемі, әттем, мына жерде қорғаушы болмағанда. Грилиш, Ван Дейктен өттің, және даже бір соққыңды аямай. Теп тұғым, жай бір байқайсыздар ма? Алдыңғы FIFA қарағанда бұл жай несі бар ойыншылардың. Чувствительность ма? Бір сезімталдығы қатты беріп тастаған сияқты ойыншыларға. Өздері жасайды, өздері жүгіреді, шаршап қалса не істейді, соққысы баяу, мысалы. Сондай болып бөлініп жатыр. Көп беріп тастады, ана бір компаниямен не істегеннен кейін сияқты бұл ойыншылар. Соққыларды басқан сайын қаттырақ кетеді, не жай кетеді арасында, түсінбеймін. Рауль, міне. Ойында режимінде бір жайлылық бар. Қалай болады? Баяу қозғалады шыны керек ойыншылардың несі. Жай ойнайсың, амал жоқ. Бірақ скорс жылдамдығы несі жақсы өтіп тұр. Уақытта да, ал кетті Грилиш, әл жүріп келе жатырмыз, соққысы гол, әйтеу бірдеңе алып жасайды. Ал кетті мынау кім? Ward Prowse ба? Ward Prowse. Жай кетіп бар, көрдіңіздер ба? Алдыңғы FIFA-да тез қозғалады да, мысалы тез кіргізесің ғой доптың бәрі. Тез айналдырады доп сияқты. Ал жеңдік бірінші ойынымыз Division Rivals'та. Осылай жеңіп тұрамыз. Қолдап жүріп отырыңыздар достар. Видео ұнаса лайк басып отырыңыздар. Сіздерден тек лайк бұйырса 10 мың подписчикке жеткізіп тек сіздерден де қолдау. Ал достар, рахмет сіздерге. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.